сәлеметсіз құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписчиеся және де бір ғана лайк түймелерін бастай кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкың үшін қабатулла қабырғасын тосуге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. БЖЗК-ның 2023 жылғы 1 маусымдағы негізгі көрсеткіштеріне шолу зейнетақы жинақтарының бір жылғы 24%-ға өсті. 2023 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша отандастардың зейнетақы жинақтарының көлемі 15,8 миллиард теңге болды. Өткен жылдың сәйкес күнінен бастап ол шамамен 3,7 триллион теңгені құрап етті. Міндетті зейнетақы жарналары МЗЗ есебінен зейнетақы жинақтарының бір жыл ішінде 23,8%-ға ұлғайып, 2023 жылғы 1 маусымда 15,3%-ға жетті. Міндетті кәсіпорын зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы жинақтарының шамасы 495,3 миллиард теңге. Бір жылда 32,2%-ға ұлғайды. Ең үлкен өсім 64%-дан астам нәтижені ескертті. Зейнетақы жарналары есебіне жинақтық қаражаттар көрсетіп отыр. Олар 2023 жылғы 01 маусым шамамен 4,2 миллиард теңге болды. БЖЗК-ның МЗЗ есебіне жинақтарының орташа мөлшері 1396,2 миллиард мың теңгені құрап өтті. Бұл өткен айғы көрсеткішке салыстырғанда 22,4%-ға ұлғайды. Есептік көрсеткіште салыстырғанда, яғни зейнетақы жинақтарының жүйесінің ең үлкен көрсеткіштері ғана жүйеде 25 жыл бойында жарна есебінен келе жатқанын және жеке зейнетақы шоттарында ескерілді. Жинақ сомасының салымшылар тасынан тәуелді жарналар ежелесінің сомаменен ең үлкен әсер етті. Зейнетақының өсімі зейнетақы жарналары менен инвестициялық табыс түрінде кіріс ағындарының есебінен қалыптасады. Бұл ретте 2023 жылғы қаңтар-маусым айларында зейнетақы жарналарының 836,1 миллиард теңге құрап отқаны белгілі болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыз. Сау саламат болыңыз.